Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен арнайы мастер-класста үйренген тәтті капкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Дастарханның сәнін ашатын керемет капкейктерді үйде жасап көріңіздер. Ең алдымен 400 грамм ерітілген сары майымызды құямыз. 400 грамм қантымызды саламыз. 4 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз отборный болуы керек. 2,5% 240 грамм сүтімізді құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. «500 грамм ұнымызға 15 грамм разрыхительді салып қоямыз. Бір келкі араласып болған сұйық массамыздың үстіне 100 грамм кукурузный крахмалымызды саламыз. Және де ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымыздың екінші бөлігінде салып, жақсылап миксерлейміз. Бір келкі масса болу керек, ішінде ешқандай да комок қалып кетпесін. Арнайы кондитерлік дүкендерде сатылатын капкейктің 53 штук осындай формасы керек. Әр капкейктің ішіне 35-37 грамм аралығында құйып шығамыз. Әрқайсысын өлшеп отырғыларыңыз келмесе, бір ас қасықтан осылай құйып шықсаңыздар да болады. Әр формаға бір ас қасықтан құятын болсаңыз, формаңыздың 1/3 бөлігі тестаға толады. Формаңыздың 1/3 бөлігі жеткілікті, өйткені пісу барысында 2-3 есеге көтеріледі. Ал енді капкейкіміздің кремін дайындаймыз. Ол үшін осындай 500 грамм творожный сырымызға 200 грамм құмшекерімізді және де 400 грамм сливкимізді құйып, жақсылап бір келкі крем пайда болғанша араластырамыз. Негізі дәл осы кремнің массасы 50 грамм капкейкке жетеді. Дәл осы крем массасы 53 капкейкке тура жетеді. Осы жерде бір айтып кететін жайт, менің творожный сыры мен сливкиім алдын ала 4-5 сағат холодильникте тұрмады. Мен асығыс болғаннан кейін осылай тез крем жасай салуға тырыстым, бірақ кремім сәл сұйықтау болғаннан кейін үстіне қайтадан 500 грамм творожный сыр қостым. Капкейктің кремін жасау үшін творожный сырларыңыз бен сливкиларыңызды алдын ала 4-5 сағат холодильникке қойып барып қолданыңыздар. Дүкеннен үйге алып келгенше ол температурасы төмендеп кетеді. Тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, сіздер минусқа кетесіздер. Описание бөліміне рецепті тура қалдыратын боламын. Дайын болған кремімді осылай 3 бөлікке бөліп алдым. Сіздерде өз қалауларыңызша түрлі түсті пищевой красительдерді қолдана берсеңіздер болады. Менде косметический капкейктер дайындау керек болғаннан кейін осындай көк түс, фиолетовый түстерді қолдандым. Өз қалауларыңызбен, өз фантазияларыңызбен түрлі түсте әдемі етіп капкейктерді жасай беріңіздер.
Егер де менің видео рецепттерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.